Қазір сіздерге YouTube'дағы ақш нарығындағы тренд болып жатқан 5 уникалды нишаны көрсетемін. Әр қайсысы қайталанбас. Және дәл қазір бастасаңыз қаралым жинап, табыс табуға нақты мүмкіндік бар. Назарды толық аударыңыз, өйткені бұл нишалар сіздің каналыңызды жаңа деңгейге шығара алады. Бастайық. Бұл ниша қазір сәтте өте актуальны болып тұр, сондықтан қазіргі сәтте бастасаңыздар, бұл жақта қаралым міндетті түрде болады. Арнаға назар салайық, 444 мың оқырман бар екен, 157 видеоролик салынған, енді оның бәрі шортс видеоролик ретінде салынған. Бұл контентті видеоны қалай жасаймыз? Қараңыздар, ең бірінші бұл жақта фон, яғни артындағы обой өзгерілмейді. Бір орында қалпында тұр, астында предметтері бір орында тұр, тек қана қозғалып жатқан нәрсе бұл жақта персонаждар және де өздерінің бетіндегі эмоция, көздері, ауыздары қозғалып жатыр. Бұл яғни 2D анимация. Бұл 3 персонажды сіз Roblox'тан ала аласыздар, PNG форматта, және де бұның бетіне бана көзді және де қозғалып жатқан ауызды сіздер ашық интернеттен қолдана аласыздар. Бұны футаж ретінде YouTube'тан басқа да тегін берілетін видеолардан сол сайттардан осыны ала аласыздар. Және одан кейін сіз персонаждарды дайындағаннан кейін бұл жақта кішігірім история ойластыру керек. Яғни мына жақта әр видеосына тоқтап кетсек, әр видеода неше түрлі историялар. Мысалы, қасқырлар қоянды жейіндеп жатыр. Мына жақта персонаждар сөйлейді еще. Персонаждарды сөйлету үшін тоже жасанды интеллекттің дауыстар қолданылады. Бұл жақта ешқандай қиын да жоқ. Бұрыннан қолданып келатқан іс-қимылдар сөйлейді. Мына жақта мына түбінде бізде байт көрсетеді. Яғни тіркеліп кетті деген сияқты. Жұмысы кішігірім көп, бірақ та достар, осындай арналарға монетизация қосылу жоғары. Сондықтан осындай жұмысты қолға алсаңыздар, бұл нишада сізге табыс алып келетін болады. Ami Roblox деп аталады, 376 миллион оқырманы бар. Бұрыннан келетқан 170 видеосы. Бұл да шортс канал. Бірақ та әр видеосы 1,3-8 миллион. Яғни бұл жақта тек қана миллионмен ғана сөйлесетін арна 4,6 миллион. Қазір енді популяр ең жоғары видеосын көрсек 85 миллион. Оның бәрі мұны бірақ картинка. Бұл жақта Roblox ойыны, яғни геймплей, одан кейін адамның эмоциясы көрсетілген, және де ортасында субтитр и динамичный видео, реакция көрсетіледі. Давайте соңғы видеоролигіне кіріп көрейік, не жайлы, не туралы. Яғни достар, бұл жақта бірінші геймплей, Roblox'та ойын ойнап жатады, арасында сөйлеп, и мына жақта эмоциялар көрсетіп отырады, стикерлар, назар салсаңыздар, стикер, и мына вот жақта адамның эмоциясын уже көрсетті, бір сөйлеп қалды. Ловушка жасайды, бір күтпеген жағдайдағы реакцияны көрсетеді. Сол арқылы бұл видео динамичный болады. Бір видеосына тоқталып кетейік, қараңыздар, мына жақта қақпан жасап жатыр, мына қыз, мына құс келе жатыр, мына қақпанға түсіп кетті. Келесіде мына жақта заборды жауып тастайды қақпаны, қақпаны жапқаннан кейін өзі ловушка түсіп, мына құс артынан қуалап жүр. Сондай эмоцияларды трэш-токты көрсетеді, және де мысалы мына жақта камераны қазір алып кетеді. Және де ар жағында қасында подушкасы, бұны іздей бастайды. Камера қайда деп. И мына жерде бір байт болады. Өте маңызды байт, яғни подписка жасасаң, қазір сен дальше көресің деген сияқты. И вот, мына жақта қақпанға түсіп кетті. Сондай бұл жақта видеоны бітіреді. Қысқа видеоролик, бірақ та біраз эмоция көрсетілген, біраз трэш-ток, біраз қызық нәрсе. Негізі басқа шортс видеороликтерден қарағанда осындай көрген қызықты. Және бұл қаралым бойынша, цифр бойынша айтылып тұр, что бұл видеороликтер қызықты. 174 мың оқырманы бар, 101 видеоролик салынған, 12 миллион қаралым жиналған екен. Бір картинкамен бұл психологияны сипаттайды. Яғни психология қатысты видеороликтер салынған. Шортс видеороликтер емес, горизонтальны ұзақ салынған видеороликтер. Енді бұны сіздер қарап тұрсаңыз, сырттай, тем более 18 минут, 20 минуттық видеороликтерді жасау қиын сияқты соқтығады, көрінеді. Бірақ та достар, айта кетейін, бағана 2D анимациядан қарағанда бұл видеороликтер жасау оңайырақ. Неге? Қазір сіздерге видеороликті кіріп көрсетейін. Давайте қадам-қадаммен айтайық. Бірінші бізде мына жақта картинкалар ауысып жатады, оны нейронка арқылы істейтін боласыздар. Бір стильді, бір фильтр арқылы жасалған. Екіншісі,
Бұл жақта озвучка жасалып жатыр, ол да нейронка арқылы. Одан кейін төмен жағында субтитр қосылады. Мына субтитр мына жақта төмен жағында, красочный әдемі екен. Сіздер енді именно осындай емес, басқа да субтитр ретінде қолдансаңыздар болады. Оны капут арқылы жасайсыздар. Және байқасаңыздар, пленка ретінде эффект қосылған. Осы пленканы тоже футаж ретінде YouTube-тан таба аласыздар. Сол арқылы сіз 20 минуттық, тіпті болмаса 10 минуттық видеороликтер жасасаңыздар, бұл монетизация қосылатын арна. 2021 жылы регистрация жасаған, 45 мың оқырманы бар, және де 17 видеоролик салған, соның арқасында 5 миллион қаралым жиналған. Бұл да шортс видеоролик емес, ұзақ видеороликтер. Және айта кетейін, бұл әр видеороликтер 1 сағаттап болады. Бұл жақта ключевой нәрсе превью. Яғни превьюді қарасаңыздар, прям көзге жағынды бұл көрінеді, прям вау, көрейш деген сияқты сонда превьюлар жасалған. Енді видео кіріп көрейік қалай жасалынатын. Яғни достар, бұл жақта стаковые видео арқылы. Мына жақта қазір Россия. Енді Россияда Москваны көрсетіліп отыр. Москваның видеолар өте көп, тегін түрде алынатын стаковые видеороликтер. Сол сияқты басқа мемлекеттерде сіз бір жинақтап аласыздар, 1 сағатты видеоролик шығарасыздар, және де бұл монетизация қосылу үшін фоновый музыка қосасыздар, және де мысалы Россия жайлы бір 5 минуттық озвучка жасап жүресіздер. Ағылшынша онда тоже нейронка арқылы сөйлейсіздер, сол арқылы сіздер монетизация бұл арна қосатын боласыздар. Бұл автор каналы қалай бас істеп жүрген, яғни бастапқыда 5 минутта сөйлейді, қалған 55 минутта фоновый музыка қосып қояды и стаковый видеороликтер қойып қояды. Соның арқасына қараңыздар достар, 640 мың, 700 мың просмотр жинаған, 300 мың, Нақты 46-ның соңғысында 21 мың, енді ақырындап бұл жақта просмотр жиналып жатыр. Соңғы нишаға кезек берейік. Бұл жақта 367 мың оқырман бар, 47 видео салынған екен, 12 миллион қаралым жиналған болды. Енді бұл бағанағы нишаға ұқсас. Енді мына ниша психология қатысты болса, ал мына жерде өз-өзімен жұмыс жасауға қатысты. Яғни дисциплина, өз-өзіңді қалай ұстау керек, қалай өз-өзімен жеңу керек, өз-өзімен қалай күресу керек деген сияқты соған қатысты тақырыпта. Енді бұл жақта стилі басқа, форматы басқа. Мына жерде мені кіріп көрейік. Бұл да бірақ та видеоролик жасау тура солай осы сияқты. Яғни фоновый музыканы өзіңіз нейронка арқылы жасайсыздар. Мына жақта мына субтитр наутинанг сияқты әдемілеу емес, обычный субтитр қосқан. Сізде осылай жасайсаңыз болады капкут арқылы. И озвучканы білесіздер. Нейронка арқылы жасайсыздар. Қандай сценарий алу керек, сценарийді сіздерге ChatGPT көмектесетін болады. Осылай достар, егер де бұл ақпараттар пайдалы болса, лайктарыңызды басып кетіңіздер, YouTube бастаңыздар, YouTube арқылы ақша табыңыздар, байыңыздар.